Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте жұмсақ, ұзақ уақыт сақталатын қаттама нан рецептін ұсынамын. Пияз салмасына пияз салып, салмай-ақ жасай беруге болады. Өте ұзақ уақыт сақталады. Сіздерге ұнауына 100% сенімді жасап көріңіздерші міндетті түрде. Сіздермен болған мен Жанар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге минералды су қажет болады. Осындай сарыағаш болсын, асемай болсын, несі жоқ. Жұмыртқа, майонез, дрож, тұз, ұн қажет болады. Осы заттардың бәрін ең алдымен ұнға 3 жұмыртқамызды салып, қолдың көмегімен жұмыртқамызды сарысын араластырып аламыз. Ұнға малып, ары қарай минералды суымызды құямыз. Осылай көп үршейді, сіздер одан қорықпаңыздар. Ары қарай тұзды және дрожжымызды саламыз. Және майонезімізді, 50 грамдай майонезімізді салып, қолдың көмегімен қамыр илейміз. Осы ортада қопсытқыш, бір шай қасық қопсытқыш қосып, ары қарай қамырымызды илейміз. Енді кезекте илеп болғаннан соң, бәрі қамырымыз жиналғаннан соң, жаңағы стол үстіне осылай алып аламыз бөлек. Ары қарай қолдың көмегімен жаңағы доскаға қарай илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз тезірек жиналып, үйі қанып, осылай тез, әдемі болып жиналады. Міне біздің қамырымыз ие қанды, көріп тұрғандарыңыздай түсі де өзгере бастады. Уже қамырымыздың июі қанды. Енді ары қарай пакетке салып, бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт аралығы өтті. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың ие қанып, өте жұмсақ қамыр болып шығады. Кішкене көтеріледі, одан қалса осылай екі бөлікке бөліп, суалай қылып жасаймыз. Енді бір суаламызда осылай қолымыздың көмегімен кішкене ғана ұн сеуіп, осылай жая бастаймыз. Алғашында қолдың көмегімен жаямыз, сосын оқтаумен жаямыз. Сол кезде біздің қамырымыз барлық жері бір тегіс болып, дөңгелек болып шығатын болады. Оқтауға салмақ салмасаңыздар да өзі еркін жайыла береді, өйткені өте жұмсақ қамыр болғандықтан. Міне осылай қамырымызды жайып алдық, үлкейтіп, осылай үлкен бір зуала шығады. Жұқалығы да жұқа болған сайын қаттамамыз әдемі шығады. Үйіңізде сары май болса, сары май қолдануға да болады. Маргарин болса, маргарин де қолдануға болады. Мен 60%-тік маргарин қолдандым. Осылай түбінде су қалады. Суын құймайсыздар. Бетіндегі сары майын ғана құйып, осылай жағып шығамыз. Біздің жаңағы қамырымыздың бетінде май қалқып жату керек. Осылай бір-біріне тигізіп, барлық жеріне тию қажет. Сол кезде біздің қаттамамыз әдемі болып шығады. Міне осылай бір-біріне үйкелеп, осылай жағып шықтым. Сіздер де осылай жағып шықсаңыздар болады, немесе щеткамен жақсаңыздар да болады. Толықтай жағып шыққаннан соң, осылай оқтауымызды алып, кәдімгі қамыр орап жайған сияқты ораймыз.
өзіңізге қарай тарта ораңыз. Осылай сол кезде созылып тұрады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай тартып тұрып ораңыздар. Тығыз оралады сол кезде. Енді осы қамырымызды дәл ортасынан кесіп, беш бармаққа кескен секілді, дәл осылай ортасынан кесіп шығамыз. Кезекте осы қамырымызды дәл ортасынан бөліп, және көлденең тағы да бір бөлеміз. Ары қарай орама ретінде кәдімгі орама қылып ораймыз. Өзіңізге тарта ораңыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда қазір енді мен грамға өлшеп, бәрін бірдей қылып шығаратын боламын. Сіздер де өлшеп немесе өлшемей-ақ жазсаңыздар болады. Егер сатуға шығаратын болсаңыздар, өлшеп шығарған дұрыс. Өйткені бәрі біркелкі 1 грамдай болып шығады. Бір збаладан менен 3 штук шықты, бәрі 1 грамда. Көріп тұрғандарыңыздай осылай орап, майы өзіне қарай сіңу қажет. Енді келесі збаламызды да дәл солай жасаймыз. Менде енді 6 штук шықты. Дәл бірдей қылып шығардым грамдарын бәрін. Енді жеке-жеке жайып аламыз. Қатты ұн сеуіп жайғанның қажет жоқ, өйткені өзі майлы, жұмсақ болғандықтан жеңіл жайылатын болады. Енді кезекте табамызды газге қойып, орташа отта қызған кезде майын құйып, нанымызды саламыз. Қатты отта піспеу қажет, өйткені қатты күйіп кетіп, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Орташа отта пісіреміз. Ол пісу уақытында айналдырып тұру қажет, өйткені жаңағы ортасы, шет-шеті бәріне қызарып пісу үшін. Лапатан көмегімен осылай аударып аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдем болып шығып жатыр, және көтеріліп осылай. Қаттама нанды қонаққа апарсаңыз да, немесе үйге қонақ шақырсаңыз да, Құран оқытқан кезде ұялмай қоятын дастарханға қаттама нанның бірі өте жұмсақ болады, және ұзақ уақыт сақталады. Осылай 2 аударып пісіріп, бәрін екінші қаттама салған уақытта май құйып, тағы да осылай пісіріп аламыз. Міне дәл осылай болып қып-қызыл және жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Дәл осылай жасап, жаю барысында пияз қосып жасасаңыздар да болады. Көк пияз қосып, мен көк пияз қосқан қаттамам осылай шықты. Сіздерге рецепт ұнаса лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздерге 100% ұнады деген ойдамын, сенімдемін, жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған мен жандар ас болсын.